Хейо, біріншілім сіздермен бірге мен Лимон. Достар, бүгін мен сендерге өзімнің басымнан өткен қорқынышты сәт айтатын болам. Видеоға лайк басып, каналға тіркеліп отырамыз, ал ендеше бастаймыз. Бұл оқиға мен үйде жалғыз болғанда басталды, яғни ата-анам жұмысқа кеткенде. Мен үйде жайбарақат телевизор қарап отырдым. Кенеттен телевизор өзімен өзі сөніп қалды. Сосын мен арғы бөлмеге барып телефон қарап отырмын. Bir кезде арғы бөлмеден бір тықылдаған дыбыстар шыға бастады. Сосын мен сол бөлмеге баруды шештім. Мен жайлап сол бөлмеге бардым. Мен бөлмеге кірген соң шкаптың есігі ашық тұрғанын байқадым. Және одан дыбыстар шыға бастады. Сосын мен шкаптың есігін жабуға бардым. Себебі шкаптың ішінен маған біреу шап беретіндей болды. Сосын мен шкаптың есігін жауып кетіп батқан кезде дәл сондай деп шықты. Сосын мен жүгіріп келіп есікті ашқан кезде ол менің мысығым, яғни маған тықылдатып жатқан менің мысығым екен. Достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Сау болыңыздар.